Сәлем достар, бүгінгі видеомызда қант диабетінің 5 басты белгісін айтатын боламын. Бірінші белгі – қатты шаршау. Түнде жақсы ұйықтап тұрсаңыз да, таңертең тынығу сезінбей, дел-сал болып, үнемі шаршау күйде жүрсеңіз, бұл ағзаңыздың сусыздануы және тұтынылған қантты энергияға айналдыра алмайтындығына байланысты болуы мүмкін. Екінші белгі – шамадан тыс шөлдеу және зәр шығару. Қант диабеті бұл қандағы артық қанттың, яғни глюкоза жинақталуының нәтижесі. Сіздің бүйректеріңіз қалдықтарды сүзіп, артық қантты сіңіру үшін шектен тыс жұмыс істеуге мәжбүр. Үшінші белгі – үнемі аштық сезімі. Организмде жинақталатын және қолданылатын энергия жетіспегендіктен қант диабетімен ауыратын адам үнемі өзін қарны аш сезінеді. Төртінші белгі – баяу жазылатын жаралар. Глюкозаның жоғары деңгейі ағзадағы қан айналымына кері әсер етеді. Соның салдарынан терідегі жарақатқа тиісті мөлшерде қан жетпей, оның жазылуы әдеттегіден ұзаққа созылады. Бесінші белгі – жатын бөлмедегі проблемалар. Әлемдік диабет қауымдастығының мәліметтері бойынша, ерлердің 50% мен әйелдердің 25% осы аурудың салдарынан жыныстық проблемаларға немесе жыныстық құмарлықтың жоғалуына тап болуы мүмкін. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, видеоға лайк қойып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеолар